енді соны сәләфилер өтіп болмайды, ширк дейді. Қаяқтың ширігі, оның тарихын білсе ешбір. Иә. Мысалы жаңа баланың бесігін аластау да содан шыққан ғой. Жаңағы үйеңкі мен қайыңның түтінінен қыбыр-жыбыр, жәндік, жылан баланың бесігінен жоламайды екен де. Үкі мысалы, соны білмегеннен кейін, салт дәстүрді білмегеннен кейін олар сөйтіп айта береді әртүрлі нәрсені ше. Үкіні тағып қоятын себебі сол жоламайды оған. Үкінің иісінен қорқады да. Әжеммен үкі баққан, соның нелерін беріп тұратын, үйге алып келіп, анам қойып қоятын. Жай ғана іліп те қоятын. Жай ғана іліп қойған, өзіне құрт қылмысқа жоламайды екен да. Сол өздерінің тарихын білмегеннен кейін, мынау дұрыс емес, адасқан деген дүниелердің барлығын айту оңайда. Тарихын білмеген адам сол адасқан ғой. Жалпы осындай дәстүрді, дінді, ақпараттық түсіндіру қаншалықты маңызды қазір біздің қоғамда? Өте маңызды, Құдайға шүкір. Осы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын барлығын таспаға басып, видеоға басып, одан кейін рилс қылып, шортс қылып біз таратып жатырмыз. Жаңа негізі сұрағыңыздың жалғасы бар еді ғой. Мен жауап берем деп отырғам. Осыны осылайынан таратып отырмыз. Осы видеолардың өзін 1 сағат түсірсек, мысалы, соның ішіне керек дүниелерді кейбір спикерлер, өте мықты спикерлермен сұхбаттасып жүрсін, арасында сөздерін аламыз. Жаңа Хасан ұстаз деген сияқты мысалға да, соның сөздерін алып, әдемілеп, бірақ мынадан сақтануымыз керек деп айтамын өзім видеограф, мобилограф балдарға. Оны кескен уақытта алдыңғы артқы сөздері контекстен жұлып болмау, иә? Контекстен жұлып болмау керек. Ана жерде дұрыс емес мағына шықпау керек. Ол жердегі мағына дұрыс болу керек, және ол ссылка, сілтеме беріп тұру керек деймін негізгі видеоға. Солайынан жасау керек та. Контексті жұлып алу, ол да кәдімгі біреудің ақысын жеу болып есептеледі. Спикерге жасалған. Бұның пайдасы көп. Енді қазір заман қалай өзгеріп жатыр, адамдар кинолардың өзі, сериалдардың өзі қысқарып барады, байқайсыз ба? Бірінші, бұрын сериалдар 1 сағат еді. Ол 45 болды, 40 болды, 20 болды, өткенде 7 минуттық сериал болды. Қазір Инстаграмда 2 минуттық сериалдар бар ғой? 2 минуттық па? 10 сериал болады, 20 минут. 20 минуттық сериал бол негізінде. Сондай дүние да. Сосын бізде сол 3 минутқа турлауға тырысамыз, шортс, ютубқа, рилс, жаңа инстаграмға. Қалай қабылдап жатыр? Сіз енді жаңағы Түркістан облысы, қазақтың қаймағы бұзылмаған, руханияттың орталығы ғой, балап қарағанда Түркістан облысы. Бұлай қабылдағанда үйге келген қонаққа тамақты лақтырып жіберсең жегісі келмейді ғой. Әдемілеп ұсынсаң, әдемілеп ұсынуға тырысып жатырмыз. Қандай дүние болмасын, әдемілеп қойып тырысып жатырмыз негізі.